рахмет. Ағай, мына Құдайгөлдің сөйлеуінде қобалжу бар бәке. Неге десеңіздер, көптен өткен қуаныш, көптен өткен жақсылық болып жатыр. Балам көз қуанышым дейді, көңіл жұбанышым дейді. Сол баланың барын тілеп тастаған күнде әдемі тілек айтқан керегеге мың алғыс. Әдемі тілек ниет, жанат Құдай өзіңіздер тағамға дәм келтірген тұздайсыз ғой. Менің беріп өтшенгенмен бірлікті бұзбайсыз ғой. Тосынғанға келін алып ады деп кім айтады, өзіңіз әлі ұзаққа қыздайсыз ғой. Көңілменен қуанып жүресіз ғой. Апалардан соңынан келесіз ғой. Ойпырмай жүзіңізге қарап тұрсақ, айдан аға ұрыспай келесіз ғой деп түйіндейді тұр. Ұрыспай түйіндеп Аллахым жол қойсын ағай. Тағы да саламатсыздар ма, құрметті құдағилар. Мінекей бүгін екі жақта да үлкен қуаныш деп ойлаймын. Өзіміз көптен күткен тойымыз бүгін мінекей Аллаға шүкір етеміз, осы күнді нәсіп еткен. Бұның барлығы екі жастың арасында айдадан келген досымхан баламның нафталығымыз 10 жылдық, күйеу баламыз 100 жылдық болсын. Ешқандай уайымдамаңыздар, жаман жақта баратқан жоқ. Қатты қуаныштан байқап отқан шығарсыздар. Ақ түйенің қарны жарылған күн деп есептеймін бүгін. Құдайға шүкір, сіздермен танысып, көрісіп, барлық дастархан басында отырмыз. Мынау қазақтың ұлттық өзіміздің келе жатқан дәстүрі, Құдайға түсіп сырға салу, ұзатылу тойына келіп отқан жайымыз бар. Құдай қаласа кешке қарай сіздердің рұқсаттарыңызбен қызды қияға алып кетеміз. Құдай қаласа мынау құдам айтып отырмын, өте бай екенсіз, Құдайға шүкір. Мінекей анаңыз, мінекей сіздің де анаңыз бар екен, ол деген сөз өте байлық қой, ол ата-ана бар деген. Сіздерге денсаулық тілеймін, аналар аман болсын, ақжаулықты аналар. Ешқандай уайымдамаңыз, Айдараның әжесі жаңа көзіңізге жас алып бар, сізбен ана жақта отырып, мен қыз жатқан сияқты, мен өзім де қобалжып отырмын. Қуанып отырмыз, мінекей мынау Жаныстар әулетіне тағы да бір отбасы шаңырақ құрып отыр. Той-тойға қаласа берсін, Құдай қаласа сіздермен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Құдағилар, мына айтады ғой, Құданың құдасындай, Құдағи сырласындай деп қарап отырсам, Құдай бізді қосқан сияқты, Құдағи өзінің құрдасын, Құда бірге екеуі құрдас. Мінекей құдалығымыз жалғаса берсін. Құдай қаласа келіннің етегінен берсін, көбейе берейік, Жаныстардың әулетін көбейте берсін. Жақсы келін болсын, үлкен құрмет, кішіге ізет, біз жақты бақытты болады деп ойлаймын. Жаңа тамақ айтып тұр ғой, еш уайымдамаңыз, мен ешқандай ұрыспаймын. Уәде деп өзіміз сияқты, біздің енді үйіме осындай енді уайымды отыр, кешеден бері ұқтамын. Үйімізге келе жатыр, ол Айданада уайымдап отыр, өзге үйге сіңіп кету, тастай батып, суға сіңіп кету оңай нәрсе емес. Оның барлығы бізге байланысты, Құдай қаласа барлығы жақсы болады. Бүгін тегімен тегді құда болған екен керегі. Неге десеңіздер, мен Құдағидың сөздері дән риза болып отырмын. Мына киімді жандыр айтып жатады, мына келін келгеннен кейін бізді бақытты етсін, бізді күтсін деп жатады. Бұл кісінің сөзінде мән бар. Мына келіннің біздің әулетке сіңіп кетуі ол біздерге де байланысты. Бір керемет түйіндеп өткен Құдағиға рахмет еткен деп тұр апа. Мына айтып жатыр ғой, апа, сізге уайымдамаңыз деп қайта айтып жатыр. Бірде Құдағиына тілек айтады дейді, қыз беріп жатқан Құдағи. Құдағи, қызымды сіздерге тапсырдым, жақсылығын асырасыздар, жаманын жасырасыздар, білмеген білдіресіздер, үйренбеген үйретесіздер, уайымдамаңыздар десе, уайымдамайық десе, Құдағи айтады дейді микрофондан, Құдағи уайымдама, жақсылығын асырамыз, жаманын жасырамыз, білмеген білдіреміз, үйренбеген үйретеміз, но көрмегенін көрсетеміз деп айтады дейді ағайын. Құдай ондайдан сақтасын, Құдағидың тілегін тыңдап, ерекеңнің тілегін тыңдап, біз де марқын көмеміз көкке жеткендей болдық. Әдем тілек ниет әлеке өзіңіздер. Мына қасиетті хадисте келеді көке. Әкенің дейді, ол мен қызға берген өмірдегі ең үлкен сыйлығы, ол өзінің бойына берген ол осыға тәрбие екен ағайын. Міне, ерекең, біздің әлекең, ұл өсірген қызға тақтай қылақта
тәрбиені қыз өсірген, сондай жандарға білім берген, бақыт бадыра көрсеткен дастархан төріндегі әлекеңе бір құрмет көрсетіп қойсаңыздар. Ал егер құдағалы құтты болсын, жылы құтты болсын, күйеуі жүрек болсын, екі жас бақытты болсын, жасалдақ кеткен жастыққа тойлай берсін, өздеріңіздер аман болсын. Қуанышты болсын. Бардастармен сіздер үшін жайылды ғой. Мына қос құданың тілегі тыңдағы қос құда кішкентай қысқа ғана қайырды ғой деп жатыр. Мына әдемі тілек ниет құдығы. Әдеке, әдемі тілек ниет меруерт жеңгемнен жастарды алып жүретін лайым панасына, жастайынан жақсы сөз құйған Айдана қыздың санасына, әдемі тілекте ниет ұсынайын Айдананың меруерттай анасына мен Айдана қыздың ағаштары бір құрмет көрсетіп қойсаңыздар бауырларыңызға. Мына жиылған көпшілік барлықтарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын. Мына төрге шығып отырғандарыңыз құтты болсын жаңағыдағылар. Лайым әрдайым орындарыңыз сол төрде болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Жағдайым айтқандай, екі жастың арқасында екі ел табысып отыр. Сол екі жас бақытты болсын. Келін жақсы болса қызыңдай болады дейді, күйеуі жақсы болса ұлыңдай болады дейді. Сіздерге қыздай, бізге ұлдай болып екеуі екі жаққа сыйлы болып жүре берсін. Қыз барған жерінде бақытты боламын емес, сол барған елін бақытты қыламын деп барады екен. Сіздерді Құда қаласа Айдана бақытты болсын, Құда қаласа тек қана жақсы келін болсын. Біз сіздерден тек қана жақсы рахмет сөз естейік. Ата көрген қыздан біздің сенімімізді ақтайды деп ойлаймын. Азық айтқандай, білмеген білмеген зып, жаңағы үйренбеген үйретіп, ары қарай көрсетесіз ба, көрсетпейсіз бе, өзіңіз тәрбиелеп аласыз, сіз неге барғасын. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын, құдалық жұғысты болсын, тек қана жақсылықта осындай тойларда кездесейік. Әрдайым осы үлкен кісілер аман болып, біз сол кісілердің алдында еркелеп жүре берейік. Рахмет. Ереке, әдеке, бір мұз қалыстырып қойыңыздар, тоғымыз тоқты болсын деп, арнайы бір төс қалыстырып қойсаңыздар болады. Әлжанағымызбен меруерт жеңгеміздің құда мен құдағайға деген арнайы сый-сияпаты бар. Сол сый-сияпатты тапсырайық деп жатырмыз. Ел алдында дұрыс па жеңше? Әлеке дұрыс қой. Мына хадисте келеді, бір-бірлеріне сый-сияпат жасаңдар, сонда бір-бірлеріне деген мейірімділіктерін арта түседі деген. Әлеке, жеңшемнің қолын алып сізді табыс етіңіз деп құдағайға. Көре алмайтындар шапалап ұрмайды, көре алмайтын адамдар. Одан кейін сіздерді мен алғашқы би деп, қос құдағайды биге шағырайын деп тұрмағай. Қане, келіңіздер. Екі би сіздер үшін, жібер. Екі би, ұзамау үшін. Ағайдар келіңіздер биге. Шулай